Армысыздар ағайын, біздің екінші бағдарламаға қош келдіңіздер. Бүгінгі айтылатын тақырып жөтел. Жөтел өкпе сырқаттарының көрінісі болып табылады. Жөтел бұл біздің қалыпты рефлекс. Біз қоршаған ортада, әртүрлі ортада сүреміз өмірді. Ауа райы лас болады. Сол себептен біз экологтар әрқашан дабыл қағып жатады, лас ауа деп. Одан қалса темекі шегеміз, одан қалса кальян жегеміз, одан қалса тағы да басқа әтірлер бар. Солардың әсерінен, аллергендердің әсерінен бізде жөтел пайда болады. Қалыпты жағдайда бізде өзіміздің өкпеден көріп тұрғандай бронх талы бар. Бронх талы дегеніміз жаңағы кеңірдек бронхтар, одан кейін бронхиоладан тұрады. Бұл жаңа қарап отырсаң шеміршекті өзінің жаңағы сақиналары бар. Әрқашан жиырылып отырады, соның шырышты қабаты болады. Сол шырышты қабатта жасушалар болады. Бокал тәрізді жасушалар, және де кірпікше тәрізді жасушалар. Сол жердегі бокал тәрізді жасушалар сұйықтық бөледі. Ал сол бөлінген сұйықтықты вирусы бар, бактериясы бар, шаң-тозаңды ұстап алған. Соны кірпікшелі жасушалар жоғары қарай жыбырлатып шығарып отырады. Тамағымызға келген кезде жыбырлап, біз жөтелмен деп ол дүниені қақырықпен шығарып жатамыз. Ал енді ненің әсерінен жөтел пайда болады? Жөтелдің пайда болу себебі мына біздегі ағзамыздағы бронхтың іші өте қатты ластанып кеткенде, немесе шырышты қабаттың қабынған кезінде пайда болатын дүние. Енді қарап отырсаңыз, бокал тәрізді жасушалар жоғарыда айтқандай қабынған кезде шырышты көп бөле бастайды. Ол шырыш деген шығарып үлгермеген кезде мукоцилиарный клиренс дейді. Ол бұзылған кезде қақырық шықпайды, тамағымызды жыбырлатады. Сол себептен біз жөтеле береміз. Немесе құрғақ бронхит болады. Сол кезде бізде құрғақ көк жөтел болады. Енді көп жөтелген кезде бізде бірден үркіп қаша бастайды. Ол көксау дейді, немесе туберкулез бе, әлде ковид па деп бір-бірден алшақтай бастайды. Қорқудың қажет жоқ. Жөтел бұл қалыпты біздің ағзаның рефлексі десек те болады. Жоғарыда айтып кеткендей, бұл шырышты қабаттың қабынуы. Шырышты қабаттың қабынуы көп жағдайда 75-80%-ға дейін ЖРВ-ден кейін пайда болатын дүние. ЖРВ деген жедел респираторлы вирустық инфекция. Енді қараңыздар, өткен бағдарламада айтқандай, мұрында қуысындағы инфекциялар егерде шырышпен асқазанға кетпесе, инфекция төменгі тыныс жолдарына түсіп, сол жерде бронхтардың қабынуына алып келеді. Оны бронхит дейміз. Бірақ бронхит ол ауру емес, ол шырышты қабаттың қабынуын ғана білдіреді. Бронхит дегеніміз ол химиялық әсерден де болуы мүмкін, немесе термикалық әсерден де болуы мүмкін. Жаңағы аспазшылар ыстық ортада жұмыс істеген соң, әрине оларды жиі бронхит болып тұрады. Немесе жаңағы аллергендердің әсерінен. Мысалға кетіп баратқан кезде біреу арзанқол жаңа дезодорант немесе әтір сеуіп болады, соның иісі тамағыңызды қысып, қолқам қысылып баратыр деп адам жөтеледі. Енді сол кезде де оны жаңа аллергикалық бронхит деп аталады. Енді бұның көріністері қандай? Көріністері әрине бронх таяқшасындағы шырышты қабат қабынған кезде бұның ауа өтетін диаметрі азаяды. Ауа өтетін диаметрі азайған соң бізде тыныстың жетіспеушілігі анықталады. Кейін тыныс жетіспеушілігі қалай білінеді? Ол ентігумен білінеді. Қалыпты жағдайда біздің ағзамыз енді жоспарлы түрде айтатын болсақ, 3 литрдей ауа керек болатын болса, өкпенің диаметрі қысқарған кезде бронхтардың келетін ауаның мөлшері азаяды да, бізге көп жүрген кезімізде ол ауа жеткіліксіз болып біз ентіге бастаймыз. Кейін асқына берсе, адам тыныш отырған кезде де ентігу басталып кетеді. Енді бұл ентігудің жаңағы симптомдары. Көп жағдайда вирустан болады дедік. Вирусты егер дұрыстап емдемесек, ары қарай асқындыра беретін болсақ, дене қызуы да көтерілуі мүмкін. Дене қызуы, әлсіздік, бас ауру және де басқа да интоксикацияның көріністері байқалады. Емі қандай десеңіздер, бұның емі әрине халық емі бұл жерде көмектесе қоймауы да мүмкін, кейбір жағдайда көмектесуі де мүмкін. Неге олай десеңіз, айтып кеттім, бронхит бұл тек қана бронхтың қабынуын білдіретін сөздік. Қалыпты жағдайда бронхит
адамның ағзасында қосымша аурулары болмаса, немесе жасына сәйкес, жаңа үлкен кісі немесе жас бала болмаса, жас адамдарда бронхит өздігінен жарылып кетіп жатады. Өйткені адамның оған күші жетеді. Шыбын ұшып кетсең ой ма? Енді еміне келетін болсақ, бронхитте барлығымыз немен емдейміз дейміз. Анау көмектеспейді, мынау көмектеспейді, жөтел болған соң туберкулез ба деп ойлаймыз, немесе коронавирус па деп ойлаймыз. Барлығының емі біз әрқашанда аптекаға барамыз, дәріханаға. Дәріханаға барған кезде бізге беретіні жаңағы дәрігерден сұраймыз. Бастың ауруы бар ма, іштің ауруы бар ма, жөтелдің ауруы бар ма деп. Сол кезде бізге әйтеуір жоспарлы түрде емес, жобалы түрде дәрі береді. Ол жобалы түрде дәрі болған соң тисе терекке, тимесе пұтаққа деген ем жүргізгенмен бірдей болады. Әрине көп жағдайда антибиотик іше бастаймыз. Бір емес тіпті екеуін ішіп кетеміз. Ол антибиотиктің қандай бактерия ма, ішінде теріс, анаэробты ма, аэробты ма бактерия, оны біз көңіл білмейміз. Жоғарыда айтқандай, бронхиттің 75-80% вирустың әсерінен болады. Ойлап қараңыз, антибиотик ол бактерияны өлтіреді, ал вирусты антибиотик өлтіре ме? Өлтірмейді. Ондай болса, сіз антибиотик ішіп, ағзаңызға өте үлкен зиян келтіруіңіз мүмкін. Және де, егер де антибиотикпен емделетін болса, алдында айтып кеткендей, аллергиялық бронхиттерді антибиотикпен емдемейміз ғой. Сол себептен бірденен дәріханада фармацевттің көмегіне жүгінбестен ауруханада немесе емханадағы дәрігерден кеңес алғаныңыз жөн болады. Енді қалыпты жағдайда көбісі сұрақ қойып жатады. Мен сол бронхит болдым, содан кейін дәрі ішкен соң 3-4 күннен кейін денсаулығым жақсарып қалды ғой. Ондай болса менде жаңа бактериалды бронхит болған шығар деп жатады. Енді қараңыз. Қалыпты жағдайда ем барысында емделмей-ақ бронхиттің жедел кезеңі 6-7 күннің ішінде басылады. Сіз үйде 2 күн ауырдыңыз, одан кейін дәріханаға жүгіріп бардыңыз, тағы да 3 күн, 4 күн дәрі ішкен соң жағдайыңыз жақсарып қалды. Сіз ол дәрі ішпесеңіз де 6-7 күннің ішінде жағдайыңыз жақсарып қалар еді. Сол себептен бұл жерде антибиотик көмектесті ме, көмектеспеді ме деп айту қате тұжырым болады. Енді егер де өкпеңізде тыныс жетіспеушілігі байқалып жатса, немесе жөтел әрі қашанда тоқтамай жатса, әрине емханаға немесе ауруханаға барып дәрігердің кеңес алған дұрыс болады. Ол жөтелдің бірақ қана түрін сіздерге айтып отырмын. Жөтелдің тағы да басқа да кезеңдерде пайда болуы мүмкін. Мысалға, жүрек қан-тамыр жүйелерінің жетіспеушілігінде жөтел болуы мүмкін. Онкологиялық ауруларда жөтел болуы мүмкін. Одан басқа инфекциялық аурулардың барлығында жөтел болуы мүмкін. Және де эндокриндік бұзылулардың кезінде де жөтел болуы мүмкін. Жүйке жүйесінің бұзылыстары кезінде де жөтел болуы мүмкін. Оның барлығын нақтылап анықтау керек. Оның барлығын тамыры тұстап пайымдаудың қажеті жоқ. Сол себептен егер сұрақтарыңыз болса, біздің парақшамызға тіркеліңіз, электрондық поштамызға сауалдарыңызды қоя берсеңіздер, жауап аласыздар. Немесе кеңес алу керек болса, астында нөміріміз жазылып тұрады. Рахмет тыңдағандарыңызға.